Міне, құрметті ағайындар, ассалаумалейкум. Бізде жұмыс жүріп жатыр жақсы. Қазір прямой потолокты қағып қойдық төбеге. Енді екінші узорын салатын боламыз. Подсветкамен қалай жасалады, соны түсіндіріп жіберейін дегенмін сіздерге. Мына жерде қағылғаннан кейін 15-20 сантиметрдей осылай бұрышқа серпянка қойып, осылай жағып алу керек. Қазір черновой жағылып жатыр. Одан кейін чистовой жағамыз. Чистовойды үш көркелеп, одан кейін барып екінші потолокты бастайтын боламыз. Ал арнаға тіркеліп қолдап отырыңыздар. Біз ары қарай жұмысымызды көрсететін боламыз. Қазір чистовой жүріп жатыр мынаған. Чистовой. Кетсе сколько жасаймыз. Сонымен ары қарай жұмысты жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыздар ағайындар. Біз потологын қалай шығатынын барлығын түсіретін болам. Міне, құрметті ағайын, 10 сантиметр осылай борт жасадым қазір. Мына жер подшторға қалдырып отырмын мына жерде. Мына жер қазір 12 сантиметрден былай қарай алынып тұр. Енді гипсокартон стенаға 5 сантиметр жетпей шығып былай шұртталады қазір. Жетпістік гипсокартон. Мына яғына 10 сантиметр шығады былай қарай. Міне ағайындар, мына терезе жақ бет жағын жасап қойдық. Мына жер подшторкаға қалды 20 сантиметр. А мына шеттен 5 сантиметр зазор қалып жатыр қазір бізде. Осы жерде подсветка болады. Енді қазір мына жақтың барлығын осылай айналдырып шығуымыз керек. Соны бірге тамашалайық ағайын. Міне ағайын, шеттен қазір 12 сантиметрден сызылып тұр. Одан кейін дуалдан 66 сантиметрден сызылып тұр. Сонда астына жабатын гипсокартонның толщинасы, міне мынаның толщинасы 70 сантиметр. Өйткені комнатамыз ені 5-тен асады бізде. Сондықтан 70-тен кем болмаған жақсы, шарасы дұрыс болады. Қазір осыған осылай направляющий қағылады сызықпен. Одан 10 сантиметр гипсокартон қағылады. Анау борды ар жағынан, бер жағынан айналдыра солай болады. Содан астынан жаңа 70 сантиметрлік гипсокартон кесілген сол жабылады. Пока осылай тұрады, осылай тұрып. Одан кейін барып борт салатын боламыз. Сонда жоғары жақтан жарық шығады бізден. Түсінбеген кісілер болса, ешқандай қиындығы жоқ. Ал тамашалап отырыңыздар, қолдап отырыңыздар.
Міне құрметті ағайындар, бізде бітуге айналдық. Мына жерде кішкентай бұрышы қалды. Мака осылай тұрады. Бұның бортын жасау үшін төбесіне бірінші плиткасын жағып алу керек. Өйткені қуыс болғаннан кейін арт жақтарын жасай алмай қаласың. Енді бұны келесі видеода көрсетемін. Каналға жазылып, тіркеліп отырыңыздар. Сұрақ болса қойып отырыңыздар ағайындар. Ертең сол кеткен кезде подсветкасы барлығы қойылады. Мына жер қаншалықты өзгеретініне өздеріңіз баға бересіздер. Сау болыңыздар.